Сәлем достар, сіздермен кино айтушы. Бүгін сіздерге Субстанция фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Фильм асүйде жұмыртқаның сарысына белгілі бір затты шприцпен енгізгеннен бастау алады. Содан кейін одан екінші сары бүршік пайда болады. Фильм актриса Элизабет Спарклдың атымен аталған жұлдыз салынады. Жұлдызбен жанкүйерлері суретке түседі. Уақыт өте келе өтіп бара жатқандар назар аударуды тоқтатады. Элизабет фастфудтың жанама әсерін бейтараптандыру үшін теледидарда аэробика шоуын жүргізеді. Ол түсірілімнен кейін дәретхана жұмыс істемейтінін көріп, ерлердің дәретханасына кіріп кетеді. Элизабет дәретханада жүргенде, оны жас жұлдызбен алмастыруды армандайтын продюсер Харвимен телефон арқылы сөйлескенін кездейсоқ естіп қалады. Кейінірек Харвимен жұмыстан шығарылуын талқылап жатқанда, бір стақан шараптағы шыбынды байқайды, бірақ не үшін екенін түсінбейді. Үйге қайтып бара жатқан Элизабет жұмысшылардың жарнамалық плакаттарды бетімен жыртып жатқанын көріп, Элизабет апатқа ұшырайды. Жеңіл түскеніне қарамастан, ауруханада әйел дәрменсіздіктен жылайды. Бір түрлі ізі бар жас дәрігер оны тексеріп, ақыры науқасты босатады. Жазбасы бар флешканы күртесінің қалтасына білдіртпей салып қояды. Оны Элизабет ауруханадан шыққаннан кейін байқайды. Жолай оны Фред есімді бұрынғы сыныптасы танып, бірге ішуге шақырады. Элизабет оған телефон нөмерін қалдыруды айтады. Фред қағазды түсіріп алып, шалшыққа тасталған қағазды Элизаға беріп кетеді. Үйге барған ол флешканы қосады. Жазбаны көріп, ақымақ сценарий жобасы деп шешкен әйел флешканы қоқыс жәшігіне лақтырады. Кешке Элиза барда ішіп, артынша құсып үйге қайтады. Ол флешканы қоқыстан алып, онда көрсетілген нөмерге қоңырау шалып бір бөлігіне тапсырыс береді. Таңертең Элизаның газеттегі жазбалар ашуына тиеді. Почтадан келген карта мен қолына жазылған адреске тапсырысты алып кетуге барады. Бір түрлі жерде орналасқан почтаның есігі толықтай ашылмай, Элиза төрт аяқтап кіруге мәжбүр болады. Ішіне кіріп почтадан тапсырысын алып, үйіне қайтады. Қораптың ішінде Элизаға керекті активаторлар бар. Материалдарды зерттеп, Элизабет ваннаға барып екпе салады. Инъекциядан кейін ол күмәнмен айна алдында тұрып, бас айналып кафель еденіне құлайды. Оның қарашықтары бөлініп, және жаңа бөлшектер денеден омыртқа арқылы шығады. Элизабеттің жас нұсқасы тыныш палатада өзіне таңырқаумен болады. Кейін ол Элизаның жарақатын тігеді. Келесі күні бутиктен сәнді купальник сатып алып, кастингке барып, Элизаның орнына аэробика шоуының жүргізуші рөліне жұмысқа кіреді. Сью науқас анасына қарайтынын айтады. Қыз продюсерге қатты ұнайды, алтын жүректі ару көрерменнің көңілінен шығады деп сенеді. Екінші күні олар фотосессия ұйымдастырады. Содан кейін оның фотосуреті көшелерді безендіреді. Аптаның қалған бөлігі жаттығулармен және шкафтағы киімдерді жаңартады. Сью ине көмегімен қан алмастырады және есінен танып қалады. Элизабет есін жияды. Элизабет студияға барғанда Харви оған қалдырылған заттармен қоштасу сыйлығын береді. Элиза Сьюмен ауысым кестесін жасайды. Содан кейін почтаға жаңа жиынтық жеткізілгені туралы хабарламаға ұласады. Екінші мәрте сәлемдемені үйге алып келеді. Элиза жастық шағының қайта келуін бір сарынды күтеді. Есін жиған Сью алдымен пәтердегі бос жерлерді қағып, жөндеуді жоспарлады. Пәтердегі бос орынды тауып, жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін, құралдардың шуы көрші Оливердің назарын аударады. Оның наразылығы қыздың сүйкімділігімен тез жоғалады. Жасырын бөлмені салып, жас нұсқасы Элизаны жасырып, оның суретінде жасырын бөлмеген тығып қояды. Осыдан кейін Сью өзінің жаңа шоуының түсірілім алаңына шығады. Продюсер Харви жас талантты мақтаудан жалықпайды. Аптаның соңғы күні ол достармен қыдыруға кетеді. Сью жас джентльменнің құшағында тым ұзақ қалады. Элизабеттің екпесі таусылып, мұрыннан қан кетумен жас нұсқаға әсер етеді. Қыз өзінің нәпсіқұмарлық азғындығын тоқтатқысы келмей, жасырын бөлмеге жүгіреді. Ол жерде анық нұсқауларға қайшы. Ол екпені алып, 8-ші күні тұрақтандыруды ұзартады. Осылайша ол құшақтау кезінде құлап жатқан ет кесектеріне айналады. Бірақ бұл Элизабеттің оянған қорқынышы түс екені белгілі болды. Алайда оны пәтерде одан да жаман көрініс күтіп тұр. Тазартылуы керек болатын кешегі босаған іздері. Элиза бір саусағының қартайып кеткенін байқайды. Ол тапсырыс берген жерге хабарлап сұрайды. Бірақ ол сыпайы түрде екі әйелдің де есірткіге тәуелділігі оларға қайтымсыз әсер етеді деп түсіндіреді. Ол теледидардағы Сью шоуын көреді. Сол кезде көршісі бір стақан шай ішуге шақырып есік қағады. Соған қарамастан, Элизабет тағы да почтаға барып тапсырысын алады.
Кафеде отырғанда ол бір қарт адамды кездестіреді. Ол апта сайын күту қиындап бара жатқанын айтады. Әйел оны флешканы берген дәрігер ретінде танып, үрейленіп кетіп қалады. Жол бойында оны танымайтын Сьюдің жігіті кездеседі. Қайтадан әдемі және қалаулы сезіну үшін кездесуді ұйымдастыру үшін сыныптасының нөмірін тауып, кездесуге шақырады. Элиза киінеді, бірақ Сьюдің жарнамалық плакатын көргенде, мойын сызығын орамалмен жабуға мәжбүр етеді, өзінің кемшіліктерін көріп кездесуге бармайды. Бір уақытта мейрамханада оны күтіп тұрған Фредтің хабарламасын елемей, оның орнына тоңазытқышқа қолын созады. Артық тамақтану түсірілім кезінде бөкселерде түсініксіз май өсу пайда болуына келеді. Түсірілімді тоқтатып, ол киіну бөлмесіне кетеді. Майды алу үшін кіндігіне қолын салады. Бұл бүтін тауықтың аяғы болып шығады, бірақ бұл оянған Сьюдің түнгі түсі. Алайда қонақ бөлмеде ол Элизабеттің тамақты көп жегенін байқайды. Бұл оның жас фигурасына әсер ететіні сөзсіз. Бірақ олар бір тұтас екенін тағы да айтады. Харвидің студиялары жұлдызды жақсы жаңалықты хабарлау үшін шақырады. Рас, бұл үшін Сью Элизабеттен қосымша уақытпен органикалық сұйықтықты алып, көп жұмыс істеуі керек. Осылайша күн өткен сайын екпені күн сайын артық мөлшерде қолданады. Элизабеттің уақыты келгенде, ол теңгерімсіздікке байланысты қатты қартайғанын байқайды. Егер ол нәтижеге қанағаттанбаса, бәрін тоқтатуды ұсынады. Бірақ әйел өзгерістердің қайтымсыз екенін түсінеді, және өзінің жас нұсқасынан бас тартқысы келмейді. Оның орнына Элизабет қартайған тізесін түзетуге қиналып, Харвидің сыйлығы аспазды кітапты ашады. Ток-шоуда Сьюдің келбетін көрсететін кезде көптеген тағамдар дайындайды. Ток-шоуда көптеген сөздер Элизабетті қатты ашуландырғаны сонша, ол тіпті Сью бар жарнаманы газеттермен жауып тастайды. Орнынан тұрған Сью ашуланады. Ол денелердің алмасуын мүмкіндігінше ұзақ жүргізбеу үшін Элизабетке сұйықтықты көп мөлшерде енгізеді. Сонымен шай өтті, содан кейін ол жаңа жылдық шоудың жүргізушісі болады. Түсірілімнен бір күн бұрын Сью Элизабеттің тұрақтандырғыш сұйықтығының аздап бүлінгенін байқайды. Техникалық қолдау оны қалпына келтіру үшін ақыл-ойды ауыстыру процесін бастауға кеңес береді, бірақ Сью оны қаламайды. Алайда тұрақтандырусыз жас нұсқасы физикалық түрде ауырады, ол есінен танып қалады. Элизабет оянады. Сьюдің жігіті Элизабеттің есігін қағып, Сьюді іздейді. Қарлығып қалған қарлығаш дауыспен оны әрең дегенде қуып жібереді. Жігіт болса, жалаңаш денесімен қорқып қашып кетеді. Портрет түріндегі сұлулығын лайықты орнына сүйреп апарған Элизабет экспериментті тоқтатқысы келетінін айтады. Ол әже ретінде киініп почтаға барады. Пакетті алып, қайтып келе жатқан Элизабет Сьюдің кеудесіне шприц салуға дайын. Осы кезде осы қадамнан кейін оның жалғыз қалатынын еске салған дауыс естіледі. Осыған қарамастан әйел жүрекке екпе салып, ішіндегісін сорып алады. Бірақ соңғы сәтте Элиза өз ойын өзгертіп, жас жұлдызды тірілтіп алуды шешеді. Бұл жұмыс істемейді. Дүрбелеңде кемпір ақыл алмасу жинағын әкеледі. Ол да тамырдың орнына жүрекке жабысады. Бұл қызық нәтижеге әкеледі. Екі нұсқада бір-біріне таңдана қарап, олардың бір екендігі туралы ескертуді таптап, Сью Элизабетке қарай жүгіріп, оны қабырғаға лақтырып, басын ұрады. Сью кемпірді ұруды жалғастырады. Содан кейін Сью жараланған әйелді өлтіріп тастайды. Сью өлтіруді аяқтағаннан кейін көйлек киіп, студияға барады. Ол кенеттен ауырып қалып, жуынатын бөлмеге шығып кетеді. Онда Сьюдің тістері түсіп қалады. Ол дәлізге шығып, жол бойында продюсерлерді кездереді. Ол тісін көрсетпей күледі. Ол лифтте қашуға тырысып, тырнақтарының қалай сыпырылғанын байқайды. Кейін құлағы түсіп қалады. Сью студиядан жүгіріп шығып, үйінің көшелерін аралап жүгіріп, әзер дегенде үй келеді. Ол жерден бір рет қолданылатын активатор бөтелкесін тауып, өзіне екпе енгізеді. Біраз уақыттан кейін ол мутациялау мен фастфудты теріс пайдалану салдарынан Сьюдің жаңа нұсқасы шығады. Оны кездейсоқ көргендер оны жаман құбыжық деп атамайтын сияқты. Ол көйлек киіп, сырғалар тағып, бет әлпеттердің фотосуреттерінен маска жасайды да макияж қолданады. Содан кейін монстр еш қиындықсыз кіруге рұқсат етілген студияға оралады. Продюсерлер басты жұлдызды көріп шошып кетеді. Оның бетін бәрі көреді. Зұлым адамдар оны Сьюмін деген ескертуді елемей ұрып соғады. Құбыжық студиядан қашып дәлізге қан шашып көшеге құлап, жиіркенішті бөліктерге бөлінеді. Элизабеттің бет әлпеті бар, бір бөлігі өзінің жұлдыз еденіне барып тұрады. Онда жанкүйерлер махаббатының соңғы бақытты естеліктерін ұстай отырып, ол сұйықтық сияқты таралады. Таңертең қанды дақты еден жуушы ғана өшіреді. Фильм осымен аяқталды достар, назар аударып көргендеріңізге көп рахмет.